Саламатсың ба балақай? 121 сабақ есептер. Бүгінгі сабақта дұрыс және дұрыс емес пікірді анықтауды үйренесің. Бірінші тапсырма. Кімнің не айтқанын анықта дейді. Бізге шыншыл адам мен өтірікші адам берілген. Шыншыл адам үнемі тек шындықты айтады, ал өтірікші адам үнемі өтірік сөйлейді, яғни жалған сөйлейді. Бірінші сөйлемді көрейік. 10-нан 8-ді азайтсақ 2 шығады. Дұрыс, 10-нан 8-ді азайтсақ 2 шығады, дұрыс. Бұны кім айтқан екен? Шыншыл адам айтқан екен. Екінші сөйлем. 20 40-тан артық дейді. Бізде 20 артық 40-тан деп тұр. Бұл жерде дұрыс емес. 20 артық 40. Таңба дұрыс қойылмаған. Бұны өтірікші айтқан, Үшінші сөйлем. Мұнда үшбұрыштар бейнеленген дейді. Бізге сары төртбұрыштар берілген, а бұнда үшбұрыштар бейнеленген дейді. Бұл дұрыс емес. Бұл сөйлемді өтірікші айтқан. Төртінші сөйлем. Бұл үшбұрыштар емес дейді. Дұрыс, бізде көк түсті төртбұрыштар берілген. Бұл үшбұрыштар емес. Бұны шыншыл айтқан екен. Бұл жерде бірінші сөйлем ақиқат, екінші сөйлем жалған, үшінші сөйлем жалған, төртінші сөйлем ақиқат екен. Есіңде сақта, дұрыс пікір ақиқат деп аталады, ал дұрыс емес пікір жалған деп аталады. Екінші тапсырма. Заттарды тап. Асы. Шыншыл суретте пайдалы өнім бейнеленгенін айтты. Өтірікші суретте жеміс бейнеленгенін айтты. Бізде суретте қызанақ, алмұрт, бургер, чипсы берілген, Енді көрейік. Бізде шыншыл суретте пайдалы өнім бейнеленгенін айтты, Ол қызанақ пен алмұрт. Дұрыс оныкі, Ал өтірікші болса, суретте жеміс бейнеленгенін айтты дейді. Ол бургер мен чипсыды айтты, Оныкі дұрыс емес. Әсінде шыншыл суретте жеміс бейнеленгенін айтты дейді. Өтірікші бұл өнімнің қызыл екенін айтты дейді. Шыншыл суретте 2 алманы айтуы мүмкін, жеміс бейнеленген деп. Ал өтірікші болса, бұл өнімнің қызыл екенін айтты дейді. Бұл жерде барлығы қызыл емес, мүмкін қиярды айтуы мүмкін, жалған айтуы мүмкін, қызыл деп. Үшінші тапсырма. Ақиқат пікірлерді ата дейді. Әр бала бір жемісті таңдады. Әлия бананды, оның ағасы алманы, ал сырым алма мен алмұртты таңдаған жоқ. Балалардың әр қайсысы нені таңдады? Олай болса, екінші сөйлемге қарап көрейік. Әлия бананды, оның ағасы алманы, ал сырым алма мен алмұртты таңдаған жоқ дейді. Әлия бананды таңдамаған, ал алманы таңдамаған. Сырым болса, алманы да, алмұртты да таңдамаған. Сонда кім нені таңдады көрейік. Сырым алма мен алмұртты таңдамаған дейді. Сонда сырым бананды таңдап тұр, Ал алманы таңдамаған, ол алмұртты таңдап тұр, Әлия болса, алма таңдаған. Сонда Әлия алманы, алмұртты, сырым бананды таңдаған екен. Астындағы сөйлемдерді көрейік, қайсысы ақиқат екенін, Әлия алманы таңдады. Ақиқат, Әлия бананды таңдаған жоқ. Ақиқат. Сырым бананды таңдады. Ақиқат. Сырым алманы таңдаған жоқ. Ақиқат. Алмұртты таңдады. Ақиқат. Дұрыс. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. Сәуле, Таңшолпан, Айгүл мен Гүлім төртеуі тосап қайнатты. 2 қыз тосапты қарақаттан, 2 қыз қарлығаннан қайнатты. Таңшолпан мен Гүлім тосапты әртүрлі жидектен қайнатты. Гүлім мен Сәуле де тосапты әртүрлі жидектен қайнатты. Гүлім тосапты қарлығаннан қайнатты. Қыздардың әрқайсысы тосапты қандай жидектерден қайнатты дейді. Қыздардың
Қай тосаптан қайнатқанын көрейік. Бізде Гүлім тосапты қарылғаннан қайнатты дейді. Гүлімге қарылғанның тосабына плюс қойып қояйық. Енді мына сөйлемге қарайық. Таңшолпан мен Гүлім тосапты әртүрлі жидектен қайнатты дейді. Сонда бізде Гүлім қарылғаннан қайнатса, Таңшолпан қарақаттан қайнатқан. Келесі мына сөйлем. Гүлім мен Сәуле де тосапты әртүрлі жидектен қайнатты дейді. Гүлім бізде қарылғаннан қайнатса, енді Сәуле қарақаттан қайнатады. Екі қыз тосапты қарақаттан қайнатса, екі қыз қарылғаннан қайнатады. Бізге осындай есептер берілсе, сөйлемдерге мән беріп қарап, соған қарай шығарамыз. 5-ші тапсырма. Есепті оқып, оны шығар. Барлық жеміс әртүрлі түстегі тәрелкелерге салынған. Алма жасыл түсті тәрелкеге салынған жоқ. Қайсысы қандай тәрелкеге салынғанын айт дейді. Сөйлемге қарайық. Алма жасыл түсті тәрелкеге салынған жоқ дейді. Біз алманы сары түсті тәрелкеге салайық. Ал лимонды жасыл түсті тәрелкеге саламыз, алмұртты қызыл түсті тәрелкеге саламыз. Сонда жемістер әртүрлі тәрелкелерге салынды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Келесі сабақты көру үшін лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.